Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге вообще ең күшті находкамен бөліскім келіп тұр. Яғни, қараңыздаршы мына каналда Алтын бала деген канал. 4-5 ай ғана бұрын ашылған канал. Ішінде жасанды интеллектпен жасалынған видео мультиктер әнмен бірге. Бұндай каналдар 3-4 ғана бар. Соның ең алғашқысы болып табылады. 4-5 айда бұл миллиондап просмотр жинап жатыр. Яғни, еще бүкіл жасаған видеоларын просто басқа тілдерге аударып, басқа 4-5 канал ашып тастаған. Американский, португальский, французша, орысша, әр түрлі тілдерде. Яғни, бір музыка жасайды, сол музыканың әр түрліге аудара салады болды. Мен дәл қазір осындай видео жасаудың үлгісін көрсетемін. Толығымен соңына дейін қараңыздар. Мен өзімнің осы каналыма осылай жасаған видеоны салып қойдым даже. Монетизация жүреді ме екен, жүрмес пе екен деп. Жүреді. Осы мультик жасаудың тегін үлгісін көрсеттім. Ешқандай приложение, ешқандай сайт сатып алудың қажеті жоқ. Толығымен тегін жасайсыздар, осылай видео сала бересіздер. Көрдіңіздер ме? Сол үшін толығымен видео сабақты соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, менің профилімде описаниеде инстаграмға ссылкам бар. Сол ссылкамен инстаграм парақшасына өтіп, менімен жақынырақ таныса аласыздар. Не жасаған келеді, не туралы, қандай әлеуметтік желіге қанша кадр болу қажет, қай приложениеде жасайсың, қандай стильде, персонаж қандай болу керек. Осы сұрақтардың барлығына жауап береміз, және ең соңында персонаждың түрін өзгеріссіз жаса дейміз. Міне қараңыздар, менде қандай сұраныс пайда болды ChatGPT-ге, оқып алыңыздар. Тура осы форматта ChatGPT-ге жазасыздар. Сөйтіп, бұл бізге кадр-кадрмен жақсылап промпттар жазып береді. Қараңыздар, ол бізге персонажды суреттеп берді бірінші. Көрдіңіздер ме? Домалақ жүзді, қоңыр көзді деп. Осы промптты жай Google-дағы Gemini приложениесіне апарып саламыз, ол бізге персонажымызды осылай дайындап береді. ChatGPT бізге еще кадрлардың барлығын жазып береді. Соның барлығының ағылшын тілін алып, Gemini'ге апарып саламыз, ол бізге фото жасап береді. Көрдіңіз ба? Біздің персонажымызды өзгеріссіз сол қалпында әр түрлі немен, кейіппен суреттер жасап береді. Copy-paste деп осындай фотолар жасап аламыз бірінші. ChatGPT-дің жазып берген промпттарына бір өзгерістер енгізгілеріңіз келсе, енгізе беріңіздер, жарай ма? Яғни, ешқандай да қиын емес, мен сіздерге жалпы системасын көрсетіп беріп отырмын, оны өзгеріске енгізе бересіздер. Фотоның үстінде значок бар, соны бассаңыздар, скачать, сохранить етуге болады. Бірінші файлдан обычно фотоға сохранить етесіздер. Әрбір жасаған фотоларымызды сақтап аламыз, сақтап, дайындап, барлығын галереяға салып қоямыз. Енді осы дайын фотоларды жандандырамыз, абсолютно тегін, күніне 10 шақты видеоны генерировать ете аласыздар осы приложениемен. Grok деп аталады. Төбесіне қарасаңыздар, спросить, imagine деп тұрады. Осы жерде imagine дегенді басамызда фотоларымызды таңдаймыз. Фотомызды басқан кезде сразу ол автоматически генерация жасайды. Мұнда қараңыздар, астында edit видео деп тұрады. Сол жаққа сіздер жазсаңыздар болады, например, ұйықтап жатыр, тұрып жатыр, көзін ашты, тамақ жеп жатыр деген сияқты. Егер сіздерге видеоларыңыз ұнамаса, менде мұнда қыз көзін ашып ояну керек еді, бірақ ол оянбады. Сол үшін мен астына wake up деп жаздым. Енді сіздер орысша жаза берсеңіздер болады, мен ағылшыншасын жаздым. Бүкіл фотоларымызды осылай генерить етіп сақтап қоямыз. Астында значок бар, сохранить ететін. Соны басып, барлығын сақтап аламыз. Енді осының барлығын CapCut'ке барып монтаждаймыз, Қазір мен сізге киношный эффектный бір несін көрсетемін, эффектісін көрсетемін. CapCut'ке барып, YouTube соотношение сторон, YouTube'ды таңдаймыз. Сөйтеміз де, осы жақта сіздерге өте такой эффектный бір методты көрсетемін қазір. Фотоларымыздың барлығын YouTube'ның форматына қарай үлкейтіп аламыз, ровно қылып. Енді мұқият қараңыздар. Біздің кадрымыз қайдан басталсын? Ең басына барамызда фотоны бір состояниеға келтіріп аламыз, яғни әдемі не басталатын. И мына плюсикті көріп тұрсыздар ма, қызылмен белгіленген. Вот соны басамыз. Сөйтіп соңғы кадрға барамызда несін өзгертеміз. Астына түсеміз, немесе жанына апарамыз деген сияқты. Болды. Одан кейін енді қараңыз, басынан бастаймыз. И вот такой плавный переход. Видите, басынан аяғына дейін плавный переход болды. Бұл метод киношный эффект береді. Қараңыздар, еще раз асықпай көрсетемін. Плюсикті басамыз.
белгілі бір моментке келтіріп аламыз фотомызды, иә, басталатын бір шақ бетіне кез келген. Потом соңғы кадрына барамыз да просто басқа бір жерге апарамыз. Шетіне, төбесіне, ортасына жақындатамыз, алыстатамыз. Көрдіңіздер ма? И осылай әдемі бір переход эффект береді. Басында біраз шатасуларыңыз мүмкін, но потом тез үйреніп кетесіздер. Қолдарыңыз үйреніп кетеді, так что не волнуйтесь. Өте күшті, яғни просмотр, яғни қарауға өте такой не дейді, жағымды қаралады осы эффект, өзіме қатты ұнайды. Сонымен осы мұқият қарап алыңыздар деп мен асықпай көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді фильтр таңдайық. Біз бағана қызыл точкаға барамыз, чтобы бүкіл видеоларымыз бір фильтрде болу үшін осы қызыл точкаға қойып қоямыз да, курсивімізді, курсир дейма не дейді. Содан кейін барып осы Hasselblad дегенді таңдаңыздар. Өте андай яркий, насыщенный, сондай не береді, цвет береді. Енді осы звуктар шығып тұр ана видеода, олардың барлығын өшіріп тастаймыз. Себебі YouTube именно идің звуктарын қабылдамайды, яғни көбісін қабылдамайды. Сол үшін, чтобы андай блокқа кетіп қалмас үшін, лучше өзіміздің звуковые эффектіға барып, өзіміздің даусымызды қойғанымыз дұрысырақ болады. Авторский болып саналады да. Звуковые эффекты дегенге барып жазамыз. Мен енді негізіне ағылшынша жазу керек, бірақ именно саған керек звуктарды көбінесе бере бермейді. Сол үшін мен әртүрлі сөздер қолдандым мұнда. Resting, проснуться, waking, morning, ақырында girl дедім, girl'дың дауысын шығарды маған. Сіздер де осылай әртүрлі сөз жазу арқылы табасыздар өздеріңіздің дыбыстарыңызды. Мен таңғы дыбысты алдым, қыздың дауысын алдым. Мен просто вариант ретінде көрсетіп жатырмын сіздерге. Сіздер дауысты мүлдем өшіріп тастап, музыка қойсаңыздар да болады просто. Мен қазір сол музыканы да көрсетемін сіздерге. Звуктардың барлығын өзіңіз регулировать етсеңіз болады. Қаттырақ шығарасыз, жай шығарасыз, скоростін жай қоясыз деген сияқты. Яғни өзіңізге керек, өзіңізге қарай ыңғайландырып ала аласыз. Мен мұнда әрбір дыбыстарды алып, копи-паст жасап, қыздың несіне, фото-видеоға байланыстырып, барлығын солай қойып жатырмын мұнда. Енді қараңыздар, как все получилось дауыспен, я? Енді давайте ән жазайық, балаларға арналған. Мен мұнда лақ, қыз деп ChatGPT-ге бағанағы ең бастапқы сұрақтар бар ғой, тура сол сұрақтарға байланыстырып жауап жаздым.
яғни вот так хочу деп ChatGPT-ге. Ол маған әдемі не жазып берді, ән жазып берді, текст песни жазып берді. Енді Suno приложениесіне барамыз, закачаем. Ол да тегін. Байқасаңыздар, мұнда видеода, фотода, музыкада бәрі тегін. Тек CapCut сатып алсаңыздар болды. Ол CapCutпен сіздер обложкада жасайсыздар. Менің басқа видеоларымды қараған шығарсыздар. Осы тексты песен деген жерге біз бағанағы осы Айжанай деген әнімізді алып барамыз. Copy-paste жасаймыз. Мен мұнда керек емес қайырмасы, финал, мынау екінші куплет деген заттарды алып тастадым, чтобы несін, басын қатырмай қойсын деп приложенияның. Тек сөздерін қалдырдым. Бұл сөздерді де сіздер өзгертсеңіздер болады, қаласаңыздар. Осымен біздің әніміз дайын. Редактировать дегенді басып, сақтап алсаңыздар болады. Айжанай, Айжанай, лақпен бірге ойнайды. Айжанай, 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 лақпен бірге ойнайды. Айжанай, Айжанай. Музыкамызды сақтағаннан кейін звуки дегенге барамыз. Төбесінде папканы басамыз, устройство дегенді басамыз, выбрать устройство деп біздің өзіміздің бағанағы музыкамызды таңдаймыз. Сөйтіп, осы видеоға саламыз. Айжанай, Айжанай, лақпен бірге ойнайды. Айжанай, Айжанай, табиғатты тыңдайды.